Ассалаумағалейкум, құрметті телекөрермен. Қоғам ТВ арнасында мәңгілік ел мұрагері хабардың кезекті шығарылымы. Зейнет жасына жетсе де, шахмат тақтасында да, өмір майданда да жеңіс істегенді білмейтін, тек жеңіс үшін алдына жан салмайтын жандардың бірі, газ саласының құрметті ардагері Мектепхан Елеусінов ағамыз бүгін бізде қонақта. Аға, армысыз, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Жалпы Мектепхан аға, өзіңіз жайлы бірер сөзбен айтып кетсеңіз. Менің аты жөнім Мектепхан Тәжімағамбетұлы Елеусінов. 1951 жылғы 30 сәуірде туғанмын. Менің туған жерім Қармақшы ауданы Иркөл ауылы. Менің есімді Мектепхан деп қою себебі, менің туған жерімде сыр бойының ғұламасы, атақты дәрігер Садық ақын деген кісінің мешіті болған екен. Мен сол Садық ақынның шәкірті Ибадулла молда деген кісі менің атымды қойған екен. Жалпы енді өзіңіз неден бастадыңыз жалпы қызметті, содан қай жақта оқыдыңыз, қай жақта білім алдыңыз? Мен 8-ші сыныпқа дейін Иркөл ауылында, бұрынғы Октябрь совхозында оқыдым. 9-шы, 10-шы сыныптарды Қармақшыдағы, Жосалыдағы нөмірі 26 Шоқан Уәлиханов атындағы мектепті оқып бітірдім. Қармақшыда мектеп-интернат жаттым. Мен мектепті 1968 жылы алтын медальмен бітірдім. Сөйтіп Алматыдағы Қазақ политехникалық институтының құрылыс инженер жөніндегі факультетке оқуға түсіп, сонда білім алдым. Бұл аталған оқу орнын 1973 жылы бітірдім. Жолдамамен Қызылорда облысына келіп, оның ішінде осы ол кезде Тереңөзек ауданындағы нөмірі 15-ші жылжымалы механикалық колоннада жұмыс бастадым. Ең алдымен ПТО инженері болдым. Одан кейін шебер, прораб, участок бастықтары болып жұмыс істедім. Жалпы Иркөл ауылында өткен балалық шағыңыздағы ең жылы естеріңіз қандай болды? Иркөл ауылында оқыған кезімізде ең есте қалатын оқиғалар, бұл ең бірінші менің 2-ші сыныпта оқып жүрген кезімде әкемнің шахмат ойынын үйреткені болды. Оған себеп, мен дойбыны жақсы ойнағанмен өз қатарласымнан шахматтан ұтылып қалған екен. Соған намыстанып, әкеме өтініш айтып, әкем мені бір айдай үйретіп, содан жақсы ойынға бет алдым. Және осы кезде біз жаңа досымыз екеуміз Қармақшы ауданының біріншіліктеріне қатысып оқушылар арасында ересек оқушыларды ұтып көзге түскенбіз. Екінші есте қалатыны, бұл сол кезде біздің мектеп директорымыз Шәмшат Байекеев деген ағай болды. Ол кісі соғысқа қатысқан сет, өзі толық денелі болғанмен күнде таңертеңгілік оқушыларға физзарядка жасап тұратын. Соның нәтижесінде біздің спортқа бейімділігіміз, ынтамыз жоғары болды. Неліктен сіз инженер құрылыс мамандығын таңдадыңыз? Спортқа жақын болсаңыз? Бұның себебі, айттым ғой, жаңа мектепте жақсы оқыдым. Кез келген оқу орнына түсуге мүмкіндігім болып тұрды. Өзіме сенімді тұғымын. Сол кезде, сол 68 жылы осы құрылыс саласы жөніндегі үгіт насихат, осы құрылыстың маңызы жөнінде көптеген мақалалар, материалдар баспасөзде жарияланып, біз соған бейімделдік. Және менің нағашы ағам Қармақшы ауданында су шаруашылығын көп жыл басқарған Жұмағали Маханов деген ағамыз осы Тараз қаласындағы мелиоративті құрылыс институтында оқитын инженер болып. Сол кісінде әсер болды деп ойлаймын. Жалпы енді Алматыдағы студенттік өмір сіздің мінезіңізді қалай қалыптастырды, қалай өзгертті? Алматыдағы оқып жүрген кезімізде көптеген жақсы достарымыз болды. Әртүрлі қиындықтар да болды. Маған ең әсер еткен ол кездегі осы спортқа бейімділігіміздің арқасында мынау Талдықорғандық досым Тоқтар Жүнісов деген жігіт, және сол Алматыдағы тумасы Ұлан Орынбаев деген ол жігіт Қазақстанның оқушылар арасында чемпионы болып, спорт шебері атанған классикалық күрес дейміз, грек-рим күресінен
сол жігіттердің әсері көп болды. Және енді басқа да азаматтар болды, бірге оқыған мынау армияда болып келген сақа жігіттер, солардың көмегі де көп тиіп осы мамандықты жақсылап алып шығуымызға себеп болды. Жалпы аға, енді қарапайым жұмысшыл бастап басшылыққа дейін көтерілдіңіз. Жалпы осы жолда қандай қиындықтар туды сізде? Енді біздің кезіміздегі ең негізгі басты құндылық деп ойлаймын, бұл адамдардың еңбегіне қарап бағалау, нақтылау болды. Және оның білімін нақты бағалап, қарапайым жұмысшының өзі осы жұмыс ұйымдастыруға байланысты өсіріп отыратын еді. Көптеген біздің қатарластарымыз осы басшылық қызметтерде де болды. Бірге жұмыс ұйымдастыруда қиын мәселелер шешіп жүрдік. Жалпы енді газ шаруашылығын басқару үлкен жауапкершілік. Осы 90-шы жылдардағы тоқырау кезеңде халықты газбен қамтамасыз етуде қандай қиындықтарға тап болдыңыздар тағы? Ең қиын кезең еді шынында да. Бірақ осы облыстық газ шаруашылығы мекемесі өзінің белгілі ұйымдастырушылық жүйесі, белгілі бір қарым-қатынастары болды. Сондықтан мына бүкіл облыстағы тұрғындарды газ баллондарымен, сұйытылған газ баллондарымен қамтуды тиімді ұйымдастыра білді. Мүмкіндігінше осы Қызылорда қаласының өзін толық қамтуға, сонымен қатар мына ауылдық жерлердегі тұрғындарға да көп көмегін тигізгенін өзім білемін. Өйткені мынау біздің ауданда, ол кезде Тереңөзек ауданы, бұл ауданда ең бірінші газ шаруасын басқарған Оразбек Алпысбай деген Ұлы Отан соғысының ардагері болды. Сол кісі осы облыстық газ шаруашылығы мекемесімен бірлесе отырып, белгілі бір тәртіп, белгілі жүйе дағды орындастырып кеткен. Соның нәтижесінде біз сол саланы әрі қарай дамыттық деп ойлаймын. Жалпы енді 11 жылдық тәжірибеңіз бар осы газ саласында. Енді осы 11 жылдық тәжірибеңізді бір сөзбен қалай сипаттар едіңіз? Бір сөзбен сипаттағанда, бұл халыққа қызмет ететін сала ғой. Газ саласы. Сонымен қоса бұның бір тағы бір ерекшелігі, бұл дұрыс пайдалана білсе, бұл өміріңді жеңілдетеді, жағдайыңды оңайлатады, ал дұрыс пайдаланбасаң, бұл қатер, қауіпте болды. Бұны біз өз өмірімізде көрдік. Бұндағы ең қиындық осы халықты қауіпсіз пайдалануға түсіндіре білу, және сонымен қоса мұны газ қондырғыларын, газ плиталарын жарамды түрде ұстауға үйрету ең қиыны болды. Мектепханаға жалпы енді саладағы ізбасарларыңыз бен немесе шәкірттеріңіз туралы айтып берсеңіз. Өзіңізді кейінгі буын тәрбиеледіңіз ғой? Енді біздің қатарымызда болды, жоғарғы оқу орнын бітіріп келген азаматтар болды. Оларды мынау бас инженерлікке дейін көтердік. Енді мына қоғам өзгеріп, жаңадан байланыстар үзілген кезде, әрине бұл газ саласында да қиындық келген, бәріңіз білесіздер. Осы көптеген осы біздің қатарлас замандастар бәрі біледі. Жеке-жеке шаруашылықтар болды, әртүрлі жұмыстар болды. Енді қазіргі кезде ауданда енді біздің кезімізде жұмыс істеген жігіттер жоқ, қазір Астанада істеп жатыр, қатарлас істеген жігіттер. Қазір жаңа ұрпақ келді, жаңа басшылар, жаңа жұмыскерлер келіп, өзінің жұмысын істеп жатыр. Тереңөзек кентінің дамуына қосқан қандай үлесіңізді ең басты деп санайсыз? Тереңөзек ауданның, Тереңөзек кенттің әрі қарай дамуына енді қосқан үлесіміз аз емес деп ойлаймын. Өйткені осы мен жұмыс істеп жүрген кезде газбен қамтамасыз ету жөнінде Тереңөзек ауданы жоғарғы алдын қатарлы газ шаруашылығы, аудандық газ шаруашылығы ұйымдарының бірі болды. Ол жөнінде осы сол кезде басшы болды Нұрсұлтан Назаров, экономист қызметті атқарды, Алма Әбдіқайымова деген қазіргі ардагерлер ұйымын басқарып атқан. Солар айта алады. Ол кезде көрсеткіштер бойынша біз сол алдын қатарлы газ шаруашылығы мекемесі болдық. Жалпы енді өзіңіз Байқоңыр ғарыш айлағында да жұмыс істедіңіз. Сол жайлы айтып берсеңіз,
Инфракос деген Аха, мекемеде. Бұл да енді осы мынау заманның ағымына байланысты, күнкөріске байланысты Тереңөзек ауданында құрылыс жұмысы баяулады. Газ шаруашылығы мекемесінің қарым-қатынастары үзілді көптеген мекемелермен. Сондықтан жұмыс күнкөріс бабында сол 2001 жылы Байқоңыр қаласына барып, сол жақта Инфракос деген мекемеде республикалық кәсіпорын, сонда жұмыс істедім. Онда участок шебері болдым, тағы сондай жұмыстар атқардық. Жалпы енді басшылық қызмет пен ұстаздық екеуі екі түрлі әлем ғой. Енді сізге қайсы жақын болды? Менің отбасым жалпы ұстаздар мекені десем болады. Өйткені менің іні қарындастарым, келіндерім, менің әкемнің өзі ұстаздықпен бастаған. Соғыс кезінде енді ұстаздар жетіспегеннен кейін ұстаздық жолмен бастаған. Солардан сіңген қасиет болу керек. Ұстаздық маған да жат емес. Мен кезінде Тереңөзектегі нөмір 10-шы кәсіп техникалық училищеде мынау құрылыс мамандарын дайындайтын бөлімінде сабақ бердім. Одан кейін осы пенсияға шығардың алдында мына спорттық білімді үйрету үшін 3 жылдай жаттықтырушы болдым балдарға. Енді жаман болмаған сияқтымын деп ойлаймын. Шәкірттеріміз әйтеуір көргенде амандасып, ағай сіз үйретіп едіңіз осындай деген кезде шамал марқайып қаламыз. Енді екі ең басты шәкірттеріңіз бар ғой? Шәкірттеріміз бар енді. Ең басты, главный дейміз ғой. Иә. Айтып өтсеңізші, Біржан. Енді ол менің балдарым ғой, ол енді. Өз отбасым жөнінде айтсам, енді 6 бала отбасында дүниеге келді. 2-еуі қыз бала, 4-еуі ер бала. Енді негізі балаларға тәрбие беру кезінде 1980 жылдардан бастап, 86 жылдан бастап мен мынау шахмат ойын қатпен жазып ойнау мен де айналысқанмын. Оның себебі неліктен? Мына үйдегі балдарға осы зияткерлік ойынмен, ойлау ойынымен шамалда осы таныс болсын. Егер өздері қызығып алып кетсе, әрі алып кетер. Одан ешқандай зиян көрмейді деген ой еді. Және енді басқа былай бір ұсталықпен, я басқа немен ондай көрсететін өнеріміз болған жоқ. Я әншілікпен дегендей. Әркім өз қабілетімен өнер көрсетуге тырысады ғой, кейінгі ұрпаққа. Осының нәтижесінде енді балдар жаман болған жоқ, осы қызығушылық танытты. Үлкен қызым, мысалы, ол мұғалім, ұлпан математика мұғалімі, шахмат ойнайды, аудандық құрама команданың мүшесі, жыл сайын алтын күзде, тағы басқа жерлерде орын алып жүрді. Одан кейінгі балам, Білімжан деген балам, ол Қазақстанға еңбек сіңген жаттықтырушы, тоғызқұмалақ үйретеді. Одан кейін Хакімжан, ол Қазақстанға еңбек сіңірген спорт шебері, әлемнің 3 дүркін чемпионы атанды, алғашқы кездері осы облыстың бас бапкері болып та жүрді. Одан кейінгі Біржан деген баламыз, ол қазір ол да Қазақстанға еңбек сіңген жаттықтырушы, тоғызқұмалақта жөнінде осы облыстың бас бапкері болып жұмыс істейді. Кенже бала Досжан деген бала, ол мектепте оқып жүргенде осы Қазақстанның барлық чемпионаттарын ұтты, командалығында, жастар жөнінде де. Бірақ ол басқа мамандық таңдап мұнай-газ саласында жұмыс істейді. Жалпы енді өзіңіз де 2014 жылы ардагерлер арасында чемпион болыпсыз. Жалпы енді жеңісті қалай сезіндіңіз? Жалпы жеңі қалай екен? Енді кез келген спортшы, кез келген чемпион болған адам біледі. Чемпион болу оңай дейді. Бірақ оны ұстап қалу қиын. Деген бізде ұғым бар. Бұл не себептен? Өйткені бір сәттіліктер болып қалып, сәттілік жолына өзін жол ашып, сен чемпион болуың да мүмкін. Ал одан кейін чемпион болу үшін еңбектен, өйткені жұрттың бәрі сенің чемпион екенін біліп, саған қарсы мықты ойнайды, соған тырысады. Сондықтан бұның осыны сезінгендіктен енді бұл әрбір жеткен жеңіс келесі жеңіске жету үшін еңбектену талап етеді. Осы еңбек ету біздің отбасымызда әке-шешемізден қалған осы қасиет деп ойлаймын. Өйткені
әкем де жалғызбасты болды, шешем қарапайым адам, жаңағы еңбек күнге алғаш келін болып түскен кезде еңбек күнге бүкіл колхоздың бидайын орып алдын қатарда болып 16 қап бидай алдым дейтін тұғын бізге әңгімесі. Біз солардан қалған неміз ау деп ойлаймын. Мектепханаға жалпы енді шахмат тақтасындағы стратегия мен өмірдегі шешім қабылдаудың ұқсастығы бар ма? Мен айтар едім, бұл шахматтағы әдістер, шахматтағы ойлау жүйесін дұрыс қолдана білсе, бұл өмірмен өте тығыз байланысты. Кейде тіптен сол шахматтағы әдістер арқылы келешекте не болып қалатынды адам біліп қалуға мүмкіндігі бар екен. Оны енді осы үлкен кезде ғана сезініп отырмыз ғой. Кезінде енді бізде жас болдық, біздің кезіміздегі саясат, біздің кезіміздегі жұмыс жүргізу, ұйымдасу, адамдардың тәрбиесі, көзқарасы өзінше бөлек еді. Ал енді қазіргі кезде осы зияткерлік ойын дейміз ғой. Зияткерлік ойнауды мен жұрттың бәріне ұсынар едім. Өйткені зияткерлік ойынсыз, ойлаусыз ешқандай мына өмірде жақсы нәтижеге жетуге болмайтынын мен сезінемін, түсінгенмін. Оны балдарға да осы кезде немерелерімізге де айтып отырамын. Мүмкіндік келгенше ойлана білу бұл ең өте қиын қасиет. Дамыта білу өте. Аға, енді 44 жылдық еңбек өтілі бар адам ретінде кейінгі жас буынға, кейінгі ұрпаққа осы еңбекқорлық деген туралы не айтар едіңіз? Бұл еңбекқорлық дегеніміз бұл біреуге бір өзін көрсету жөнінде емес. Бұл өзіне, өзінің отбасына қала берді, одан қала берді, жолдастарына одан қала берді, ауыл аймағына қандай пайда тигізе алады. Сол үшін қалай жұмыс істеу керек. Сосын әрбір өзіне берілген, өзіне міндеттеп алған жауапкершілікті сезіне білу ең бір өте қиын қасиет екен. Бұны біздің өзімізде үлкен кісі болғанмен де біздің қатарластарымыз да болды, білеміз ғой енді. Сонда адам кейде өзіңде сасық боласың, ондай өз қатарластарың бір оғаш қимылдарын көрсең, өзің соған сенде кінәлі сияқты өзің өте қиналып тұрасың. Мына бір ақынның өлеңі бар екен. Ақ бұлттар, ала бұлттар аспандағы. Көрдің бе, аспанда да алалық бар. Біреуде балада болса даналық бар, біреуде қартта болса шалалық бар деп. Сонда енді біз осы кездегі ең біздің басты айтатынымыз, басты ойлайтынымыз осы жастарға шалалық көрсетпей, мүмкіндік келгенше бір үлгі көрсете алсақ, бір кішкентай ісімізбен де сол біз үшін үлкен бір мақтаныш деп ойлаймын. Енді өміріңіздегі ең үлкен мақтанышыңыз не? Қызмет пе, жетістік пе, әлде отбасы ма? Өзіңіз қалай ойлайсыз? Енді бала кезде, әр кезде әртүрлі болады ғой. Мысалы, бала кезде ең бірінші жаңағы барып бес алып келдім дегенде, әженің баласы болдық, әжем бетімнен сүйіп, менің баламды көрдіңдер ғой деп, мына көрші өлем шақырып алып, маған жаңа батырлар жырын оқытқан кезде, ол кезде бір үлкен мақтаныш болды. Одан кейін әкем марқұмның жаңағы осы мен мектеп бітірген кезде, алтын белгі алған кезде мақтанғанын көрдік, институтқа түскен кезде мақтанғанын көрдік. Сонда ойладым, осы кезде ойлаймын, мынау баланың бір кішкентай бір жақсылығын өзіне ата-ана қуанады екен ғой, біз соны дұрыс сезінбеген екенбіз. Содан әрі қарата біз үлкен бір мақсат қоя біліп, соны көрсете білсек, бұл үлкен ғанибет екен ғой деген ой осы кезде қалды. Аға, енді зейнетке шықсаңыз да қоғамдық өмірден, спорттан әлі қол үзген жоқсыз. Жалпы осы энергияны қайдан аласыз? 75-ге таяп қалып жасыңыз. Бұл энергияны мен айтар едім, осы о баста енді отбасынан деген бірден сезіліп тұр ғой. Енді отбасындағы әке-шешеміздің тәрбиесі, әке-шешеміз, біз енді 10 ағайындымыз, шындай 10 ағайындымыз, 5 қарындасым, 4 інім бар, 10 ағайындымыз. Соның бәрі, олардың бәрі де, менің інілерім бәрі де спортпен айналысады. Мысалы, Ғалымжан дегенім Байқоңырда әлі жасы 64-те, енді футбол ойнайды, мини футболдан. 64-те? Иә, футбол ойнайды. Одан кейін сендер білетін шығарсыңдар, Бауыржан Елеусінов деген інім
ол кезінде күресті, шахмат ойнады, ғылым кандидаты Бақытжан дегеніміз ол механик, осы жерде, осы Қызылорда қаласында 15 жыл автобус айдайды. Ол да спорттың барлық түрімен айналысады. Иә, міне біздің сол отбасындағы энергия, сосын жаңа айтып өткен институт оқыған кездегі жолдастарым, жаңа Ұлан, Тоқтарлардың әсерлерді, ол сол кезде біз институт оқыған кезде мынау қазақтың аңыздарын, аңыз болған спортшыларын, Әбсейт Айхановты, Әбсалан Нұрмахановты көрдік. Мына кейіннен шыққан мынау кім, менің құрдасым, әлем чемпионы Жақсылық Үшкемпіров, ол кезде енді бастаған күресті. Әлі оның күресінің техникасы ондай мықты емес, біз көрген кезде. Қандай кезде білемін. Кейін ол олимпиада чемпионы болды. Сол кезде сол жаңа Ұлан досымыздың арқасында біз мынау Валерий Рязанцев, Анатолий Назаренко деген олимпиада әлем чемпиондарын, енді барлық спортшылардың бәрін көрдік. Енді атақты спортшы, мысалы Жәнібек Сауранбаевты, Валерий Кравченко деген волейболисттерді, оның бәрі солар бізге осы спортқа деген энергиямды күшейтті деп ойлаймын. Және бұл спорт мен үшін бұл мынау хобби дейміз ғой, өмір дағдысы, әрі денсаулыққа да қажет деп ойлаймын. Және басқа бір бөтен ойды ойлаттырмауға тырысады. Өйткені бұл спортта ешқандай өтірік айту жоқ. Шахматта мысалы бірдеңе жасырып қала алмайсың. Өзің ойлайсың, өзің қателессің ба, ұтыласың. Қателеспедің ба, қарсылас қателесін білдің ба, ұтасың. Өмірде сондай емес пе? Өмірде мысалы бір жаман несі келешекте болатын ойлана білмегендіктен оны сезбей қаламыз. Өмірде көптеген факторлар болуы мүмкін, бірақ солардан бұл құтылу үшін осы спорт өте жақсы не береді. Мысалы мынау Қостанайда Дмитрий Поляков деген кісі бар. Осы тоғызқұмалақтың атасы деуге болады, қазір енді 95-тен асып кетті. Сол кісі 2006 жылы айтқан. Мынау жас кез адам жүгіреді, күреседі, тағы басқа. Үлкейе келе ол азаяды. Сол кезде қажет нәрсе мына зияткерлік ойындар. Мен айтар едім деді. Өз шахматтан да кандидат мастері, сол мына тоғызқұмалақтан 10 дүркін чемпионы Қазақстанның. Айтар едім, мынау тоғызқұмалақ үйреніп ойнаңдар деп. Сол кезде 2006 жылы айтқан, қазір 20 жыл өтті ғой. Сонымен шамалап, мен енді негізі шахмат ойнайтын, тоғызқұмалақ сол үйреніп, не қылып, соған әте қабілеттің не шығар. Қазақстанда чемпионы болды ардагер арасында. Енді бәрі білет дегенмен, балдардың арқасында білгені бар дегендей сол ғой. Ағайында шахмат тақтасында өткізген ең ұзақ уақыт алған партия қанша уақыт алды? Мен шахматты енді әртүрлі жастармен ойнаймыз. Қазір жастар өте мықты ойнайды ғой. Мен ең көп ойнаған 2020 жылы Ақтауда Қазақстан жартылай финалы болды. Сонда бір жас баламен ойнап, 5 сағат шахмат ойнадым. 5 сағат, Сол кезде орнынан тұрып жүру өте ауырға шамалы демалып барып жүрдік қой. Ол шахмат ойында ол былай қарағанмен отырып ойнайды үшін былай күш кетпейді ойлауы мүмкін, бірақ бұл ең барлық спорт түрінен кем емес. Күш көп түседі екен. Мен баяғы күрескен кезімізде біз 9 минут күресетін едік. 9 минут күрескенде 2 килограмм, 3 килограмм салмақ кететін. Бұнда да сондай салмақ кетті деп ойлаймын. Аға, енді осы уақытты кері айналдыру мүмкін болса, егер қай сәтті өзгертер едіңіз? Енді мен бұл өз өміріме ризамын. Бұны өзгертетіндей ондай өте көп ойлар жоқ, бірақ мен ең негізгі айтатыным бұл. Осы маған өмірде жақсы адамдар кездесті. Сол жақсы адамдардың жақсылықтарын енді бұлай мүмкіндігінше толығырақ қайтарған маған парыз болар деп ойлаймын. Енді сіз үшін нағыз азамат деген кім? Мен үшін нағыз азамат бұл бір ауыз сөзін айтқанда өзіне өзі жауап беретін, жауапкершілік сезінетін бір сөзі жігіт деп ойлаймын. Ал енді газ саласындағы әріптестеріңізге және де спорттағы серіктестеріңізге айтар тілегіңіз? Енді үлкейгесін көп ойланамыз, көп толғанамыз, қалай айтқан жақсы көрсетіп, бірақ енді мына ғұламалардың айтқан сөздерін есте сақтауға тырысамыз. Ол да енді
мына үлкейе бастағасын есте қалу онша қиындау. Дегенмен мен айтар едім, мынау Англияның премьер-министрі болған Черчилль деген кісі сол тілек айтады екен достарына, жолдастарына, осы қатарластарына. Мен деп айтатын көрінеді. Осы сіздерге бақыт тілемеймін, денсаулық тілемеймін, байлық тілемеймін. Не себептен? Өйткені өздеріңіз бәріңіз білесіздер, мына Титаник деген кеме жасалып, үлкен, соған мінген адамдардың бәрі ең бай, ең дендері сау, ең бақытты адамдар еді. Ол не болды? Бір сәтсіздіктен бәрі құрдымға кетті. Сондықтан мен сіздерге тілейтінім сәттілік. Әрбір істеде, әрбір неде деп соны айтатын. Бұл біздің бұл қазақтың мына ұғымына бұл сәйкес келеді деп ойлаймын. Өйткені қазақтар балдарына бата бергенде, тілек тілегенде 40 жылдан қайбірен қолдасын, қызыр ата болсын жолдасын деп сөйтіп тілек айтады. Міне бұл сол сәттілік ау деп ойлаймын. Сонда бұл атам қазақ бұл атақты мына дипломаттардан, ғұламалардан артық білген ау. Сондықтан бәріне бұл мына әріптестеріме, замандастарыма, ұрпақтарымызға тілейтінім сәттілік, әрбір істері нәтижесі болсын. Алла тілеген тектен қабыл етсін. Жалпы енді мектепханаға енді қазір сіз зейнет жасындасыз ғой, енді бос уақытыңызды немен алсыз? Енді кеудеңізде көріп тұрмын, осындай бір медальдар бар екенін, соны айтып берсеңіз. Бұл енді мынау бұл тоғызмалақ қайраткері деген атап берген. Енді Қазақстанның 2 дүркін чемпионымын, ардагер арасында тағы жүлдегерміз дегендей. Бұл сондай мынау екінші белгі бұл Қазаққаз саласының ардагері деген. Бұл ұйымға біз жұмыс істеп кеткеннен кейін біраз уақыт байланыс болмай қалып, осы 2024 жылы Нұрсұлтан мырзамен кездесіп қалдым. Астанаға барып, осы шахматтан жарысқа барған кезімде. Ол ойбай ардагерлер ұйымы бар, бізге мүше болмайсың, сонымен Тереңөзектегі 6-7 азаматты жинап, өзім сөйтіп, былтыр 2025 жылы бізге осындай газ саласының құрметті азаматтары деген осындай белгі берді. Және енді осы ардагерлер ұйымы ардагерлермен жұмысты, мынау жаңа айтқандай бұл былай бөлек оқшауланып қалмасын, мына қоғаммен араласын деген жұмыстар жүргізеді екен. Әйел жолдастарға, оларға 8 наурызда әйелдер күніне байланысты жиындар өткізіп, марапаттап, одан бөлек мынау газ шаруашылығының мерекесі бар. Сонда шақырып бәрімізді, сол жиындарда тиісті марапаттарын беріп, сондай жұмыстар жүргізіп жатыр. Және былтыр 2025 жылы осы бізге мына марапат берер кезде Сырдария ауданының ардагерлер кеңесінің ұйымы, Тереңөзек кентіндегі ардагерлер кеңесінің ұйымы және аудандық әкімдіктің орынбасары Роллан Еспенбет деген азаматтар қатысып, үлкен жиын жасап, соларды осы белгілермен марапаттады. Аға, уақытыңызды бөліп, алтын уақытыңызды бөліп, студиямызға келіп, осы өзіңіздің өмір жайлы кейінгі ұрпаққа насихаттағаныңызға мың алғыс. Алда сіз тек жеңісті күндеріңіз көп болсын, жарыстарыңызға тек сәттілік тілеймін. Өзіңіздің тәрбиелеп жатқан ұлдарыңыздың қызын көре беріңіз. Құрметті телекөрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Аман сау болыңыздар.